Бізде студиямызда жұлдызды қонағымызда келіп жайғасты. Енді құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпқа сай дәл осы қонағымызды шақыруды ұйғардық. Шахизада ханым, қайырлы күн. Көңіліңіз қалай? Әдемі қыздар, қалайсыздар? Көңілге керемет. Экран арқылы отырған көрермендерімізді 3 сағат бойы ұстап отырмыз. Қазір Шахизада келеді деп. Мен сіздермен біргемін. Тұрмысқа шығайын деп жатыр. Міне шығады деп қойдық. Ал мен дей салайын, жарайды мақұл. Шахизада ханым жақында бір емес екі тойды атқарып, үлкен той жасады. Бүкіл қазақстандықтар куә болды. Мінеге жалпы Инстаграмда тойға бармаса да, Инстаграм арқылы 3 той тіпті мінеке. Бірден. Бізде лайв студияның артынан шын жүрегімден құттықтаймыз. Жалпы енді өзіңіз қазір көктем құлпырып жүрсіз, кереметсіз, ұйқым қанбай жүр дейсіз, бірақ сізге қарап дым айтуға болмайды дейді. Біз енді өнер адамдары былай бетіміз жылтырағанмен ар жағына жақта ұйықтап жүреміз да, өйткені ұйқымыз қанбайды. Десе де өнер адамдары халықтың алдына шығып энергия жинайды дегені бар. Ол да бар. Жаңа сахнаға шыққан кезде бәрін ұмытамыз. Халықтың қошеметіне бөленгенде тіпті бүкіл проблема ұмытылып, жарқырап, өмір қандай тамаша, мен ары қарай кете береміз. Бүгінгі бағдарламада қозғап отырған тақырыбымыз махаббат жасталғай ма, қарайды ма, қарамайды ма? Сіз не айтасыз? Негізі мен айтарым, жүрекке әмір жүрмейді деген сөз бар. Жүрек сосын сені сұрамайды, жасың нешеде деп. Дұрыс па? Жүрек соғып тұрған кезде, жақсы соғып тұрған кезде. Әрине, оның бәрі адамның өзіне байланысы біріншіден. Өмір сүргенде, бірақ рет, мысалы, Алла тағала өмір береді бәрімізге, сол кезде әдемі өмір сүру үшін, мысалға, әрдайым әдемілікті, жақсылықты, сондай бір қуанышты кезеңдерді, өзің бір жақсы көретін, сондай бір сезімге бөленіп жүрсе, адам еш уақытта қартаймайды, жүрегі де қартаймайды, сосын жақсы көретін жаңағы жігітіңде болады қасыңда, өзіңді біреу жақсы көресің деген сияқты ғой. Ал енді махаббат жас таңламайды деген оған мен сенем. Өйткені мен өз басымда ондай нәрсе болып жатыр, жақсы көретін азамат бар, мысалға мені күнде жазады, күнде бүкіл сезімін маған күнде таңертеңнен кешке дейін жазады. Енді бір жағынан бүйтіп ойлайсың, әркім өзінің сезіммен, мысалға енді айтады ғой, қазақта әлек дейді ғой, мысалға. Әркім өз сезіммен жағы, мысалы, біреуді жақсы көріп, соны айтқысы келіп, оған аузын жаппайсың ғой енді. Сен жақсы көрме мені, сен маған жолама деп айтпайсың ғой. Бірақ енді сондай енді, не істейміз? Мысалы, мен де жақсы көрем. Құпия болмаса, жас ерекшеліктеріңіз қанша? Енді құпия деп, оны құпия қылып айтайын, ұят болар, өткені. Екі немерем бар, бала шағам қарап отыр деген сияқты ұят болады. Бірақ жас, әрине жас. Өткені менің өзімді, мысалға, жас көреді көбінесе. Жасымды сұрамайды да, жасың нешеде деп. Біліп жатқан кезде, сол кезде бірақ айтады, тіпті құсамайсыз ғой дейді, мысалға да, сондай да. Ал енді мен айтам, енді ол әңгіме жаспен цифрда тұрған жоқ қой деймін да. Ол да айтады, мысалға, цифрда тұрған ештеңе жоқ, адамның сезімінде, жүрегінде, жақсы көруінде, одан артық не керек дейді. Бағдарламамызға жаңа психолог келіп, адам екінші адамға жайдан жай ғашық болмайды. Көзіне, күлкісіне, еріне ғашық болады дейді. Ол бар ғой, ол да мүмкін. Мен кішкентай бала, менің досымның кішкентай баласы телевизордан, теледидардан мені көреді екен да. Мама, осы Шахизада әпкенің ерні сексуальный деп, ой, кешіріңіздер. Айтып қойдым ғой. Осындай әңгіме айтып, құрбым шексілесі қатып күлетті, осы балам саған ғашық деп. Кішкентай бала ғой. Еріңізге ғашық болам ғой сонда. Ол сондай әңгімелер өте көп, оны өте көп естеймін мен. Тіпті ол бала ер азамат болған соң нағыз сіздің образыңызға сай өзіне ғашықты да солай таңдайтын сияқты. Иә, ол рас. Айтып отырмын, махаббат жас таңламайды деген осы шиеліде осы тойға бар. Сонда да бір кішкентай баланың тойына барғам. Сөйтсем, анасы айтады, мына балам сізге ғашық дейді. Сосын ана бала жайлап маған жақындады да, Шахизада апай, сіз қартаймай тұра тұрыңызшы, мен үлкен болам, мен сізге үйленем дейді ғой. Ана сезімін көрмейсің мен, балалық сезім ғой енді. Оны қарап мен күліп атырым да, енді бізде бала болдық, бізде ғашық болдық қой. Сол сияқты бұл жерде ешқандай, мен айтарым, ешкімге ешқандай сезім жақсы көру кедергі емес өміріне. Керісінше
өмір сүруіне өте көмегі зор деп айтады. Енді сіздің ұлыңыз бар, енді келін ененің топырағынан деп жатадыңыз ғой, иә? Келіңіздің бетін өзіңіз ашқансыз. Келіңіз сізге ұқсай ма жалпы өзіңіз? Бір әп-сәттен қараған кезде сіздің ұлыңыз өзінің махаббатын сізге қарап таңдаған болар? Негізі солай болды. Өткені балам айтты, анашым өзіңе ұқсаған келін алып келем, өзіңіз қызыңыздай көріңіз деп. Солай болып шықты. Өткені келініме қарап отырып, кейде өзімді көрем. Пысықтығы, сосын өмірге деген құштарлығы, тіпті қызғаншақтығы да жақсы көретін адам тіпті қатты қызғанады да. Сонысына дейін бәрі ұқсайды, қарап отырып өзім күлем. Енді мен де жас болдым ғой енді. Бірақ айтам кейде-кейде мынаны былай жаса, мынау дұрыс емес, ол кедергі жасайды саған деген сияқты. Соның бәрін ақылымда айтып отырам. Көбінесе әрине маған ұқсағысы келеді. Сіз сияқты болғым келеді дейді. Сосын жаңағы инстадағы, парақшамдағы жаңағы құрбы достар бәрі айтады ғой солай. Не деген сізге қалай ұқсаған, қатты ұқсаған деп. Мен мақтанам, мен қуанам. Мен келінім маған ұқсап, менің қызымдай болып жүрсе, керемет қой. Шахизада ханым, сіздің жүрегіңізді жаулау үшін ер азамат қандай ерлікке бару керек? Ол менің ішкі дүниемді түсіну керек. Жүрегімдегі құбылыс не болып жатыр? Нені аңсаймын, не керек маған? Ол енді ісімнен, көзқарасым, әңгімемнен, тірлігімнен егер байқаған адам болса, мысалға, енді болады кейде, мен сенің тіреуің болайын, мен сенің жаңағы қасындағы қолдаушың болайын деген азаматтар, білмеймін неге екен, менің бұлай енді әдемі болып, әйел болып жүргенімен, бірақ тірлігім бар, жігіттердің тірлігін жасап жүремін ғой, енді еркектің ананың орнына, әкенің орнына әке болып сондай өмірге әттен қатты піскен адамым ғой. Ана бүйтіп тұрған жігіттерді жақтырмаймын мен. Тарс, мынандай тез жасау керек та, мынау жасай аласың ба, жасай алмайсың ба, жасаламайсың ба, айт деймін да. Оны мен өзім жасауға тырысамын деймін да. Сондай бір менің мінезім бар. Мысымен алып отыру керек қой, иә? Мүмкін сондай болып тұрау деймін. Бұлай қарап тұрсаң, мықты, бір керемет, бір елдің азаматы болып бүйтіп келген азаматтар бүйтіп қалады. Мен қараймын да, неге бұлай екен деп, мен мысын басып тұрады деп ойлаймын соны. Көпшілік айтады енді оны. Мені мақтанып жатқан жоқпын. Мен ойлаймын, мына өмірде ашы-түшісін бәрін көріп, осы уақытқа дейін әлде де сол тірлікпен, тіршілікпен жүгіріп келе жатырмын, тоқтамай. Менімен ілесемін деген жігіт ілесе алмайды да. Қалып қояды. Сол жағы проблема болып тұрды. Қалып қояды ғой, иә. Енді Шахизада ханым, біздің қоғамда әйел адамның екі реттен тұрмыс құруы үйренбеген. Сыни пікір, көптеген енді теріс ойлар. Жалпы осыған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Осы ойдан арылу керек пе? Әлде әйел адам шынымен де екі реттен өзге тұрмыс құрмау керек пе? Жоқ, негізі өмір мына тартыс дейді, өмір күрес дейді. Адам өзінің өмірі үшін, өзінің бақыты үшін күреседі. Сондықтан ешкімнің жаңағы өмірінде, жеке өмірінде шаруасы болмасын деймін. Мен де шаруам жоқ, ешкімде. Болған азамат, мысалға, мен жақсы көріп, 6 жыл бірге жаңағы жақсы көріп жүрдік. Бірақ енді өзінің жанұясы болғандықтан мен бүйтіп есікті жауып тастадым да. Енді мен бақытсыз болсам, бақытсыз болайын. Сіздің жанұяңыз бақытты болсын деп мен есікті жауып тұрдым да. Ары қарай тірлігімді жасай бердім. Әрине жүрегім ауырады. Ол азамат әлі телефон соғады, мысалда, түбінде мен саған бәрібір үйленем деген сияқты сондай маған әңгімелер айтады. Бірақ мен ойлаймын енді ол бір Құдайдың қолында. 2 рет тұрмыс құр, 3 рет, 5 рет қанша тұрмыс құрған күнде де бұның бәрі адам өзінің бақытын іздейді ғой. Өзінің ішкі дүниесімен келесі, мынау өзінің азаматтың ішкі дүниесі бүйтіп үйлесіп, бір жерден бір ойы, бір жерден шығып тұрса, керемет жанұя, керемет өмір, керемет махаббат та, сезім де, бақыт та сол деп ойлаймын. Тамаша. Алматы арнасының тікелей эфирінде лайв-студия бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Шахизада ханыммен біз күшті әңгіме айтып отырған сияқтымыз. Жарнама уақытында. Сәлем, тағы амандасып қояйық. Мысалы, маған айтады, Диана, өзіңе жар таңдаған кезде визуализация жаса дейді. Қандай болатынын, бірақ соңына дейін айт дейді. Әдемі, ақылды, бай. Сіз сөйтіп жасайсыз ба жатар алдында? Жалпы бүгінгі таңда қазақ жігіттердің болмысына көңіліңіз тола ма, толмай ма? Енді
жігіттердің құлағына алтын сырға деймін. Толмайды, шынымды айтсам, толмайды. Мен екінші рет тұрмыс құрған кезде былай ойладым. Алла тағаладан сұрадым, күнде сұрадым. Ақылы өзіне сай, сондай бір мені жақсы көріп сыйлайтын жаңағы өмірде қасыма жар болатын ақшасы құрып кетсін дедім. Шакизада ханым, мінекей қараңыз, сізге арнайы бейтаныс жігіттен гүл сыйлап, мінекей міндетті түрде. Жоқ, тікелей эфирде айтқан болатын Шакизада ханым келеді деп. Енді 3 сағат мінекей өтіп кетті ғой. Мінекей сіздің артыңыз бағдарлама басталғалы бері біз міндетті түрде хабарлап айтқан болатынбыз. Және де бізге қазір редакторлер айтып жатыр, мінекей Шакизада ханымға гүл сыйлап жатыр. Автокөлікпен жіберіп жіберіпті. Арнайы тапсырыс. Рахмет. Кім екенін енді сізден сұрайық. Мен білсем айтар едім ғой. Қараңыз, қазіргі қазақ жігіттерінің болмысына көңілім толмайды деп бастап келе жатыр едіңіз. Әнекей сізге тамаша гүл сыйлап жатыр. Мынау мен шын айтқанда осындай гүл жақсы көреміз. Қызыл, осындай роза гүлдерді қатты жақсы көрем. Соны біліп тұрған азамат жіберіп тұр ғой енді. Рахмет, көңіліңізге рахмет. Жанкүйерлеріңізден қаншалықты жиі сыйлық аласыз? Көбінесе әрине осындай гүл шуақтар, мысалға. Маған ұнайтын гүлдер. Оларды енді жігіт ретінде қарастырасыз ба? Серік ретінде, өмірлік серігіңіз ретінде. Мен шын айтқанда айтып отырмын ғой, екінші тұрмысқа шыққанда жалғыздықты сезінген кезім болды. Енді әйел жалғыз сезінгенде шаршайды ғой, психологиялық жағынан болсын. Сол кезде мен мысалға сұрағанда, оның дүниесі құрып кетсін, маған ақылы керек, адамгершілігі керек. Менің жағы бақытты өмір сүріп, бір ойымыз бір жерден шығып, сондай тіреу болатын азамат болса, Алла жіберші деп күнде сұрадым да, 3 айдан кейін тұрмысқа шығып кеттім ғой. Өзің айтпақшы, енді былай сұрайым ғой енді. Енді пендеміз ғой енді. Ананы да сұрайсың, мұны да сұрайсың, мындай болса екен deyip, бірақ бермей жатырды. Келеді ол. Сөйтсем, көп сұрақ қойған сияқты. Лимиттен кетіп қалдыңыз ғой. Шакизада ханым, енді дегенмен де қазіргі таңда менің байқауым бойынша ер азаматтар өзінен бір шама жас үлкен әйелдерге көз қырын жиі салып жатады. Не себепті деп сұраған жағдайда өзімен қатарлас қыздармен қызықсыз дейді. Бұл сөзді мен көп естеймін. Шын айтам, көп естеймін. Мен де сұрақ қоям. Маған көңілін білдірген мысалға менен енді бірталай жас жігіттер. Енді мен жасымды көбінесе өзінен бір ар кетсе 10 жас үлкен деп ойлайды ау деймін. Соған қарағанда енді жарайды деп күлемін да. Бір әңгімесін тыңдап отырсаң, мен айтамай жас қыздар бар, жастар бар емес па? Мен саған енді анаң сияқты болып кетемін ғой, енді болмайды ғой деймін да. Сөйтсем жас қыздармен маған көңілім толмайды, әңгімелері толмайды, олардың ойын бәрі басқа жақта. Енді шындығын айтқанда, үлкен әйелмен мен әңгімелескенде бір өзіме керекті әңгімемді, өзіме мына өмірге деген керекті, мысалы, сұрақтарыма жауап ала аламын деп, талай жас жігіттерден осындай әңгімелерді мен көп естідім. Енді экранның ар жағында отырған ер азаматтарымыз қазір бірталай сізге ғашық болған сияқты. Осы сәтте енді әңгімемізді аяқтайық, сәлем жолдасаңыз болады. Сізге тағы да қалай гүл жіберсе болады екен? Мүмкін. Сіздерге жібере берсін, сіздерге балып кете берем. Ер азаматтарға айтар кеңесіміз бар шығар. Анау Абай атамыздың өлеңі бар. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Алыстамаңыздар, жігіттер. Бәрекелді. Махаббат жастағламайды. Рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Менің ойымша басқа сөздер осы жерде артық. Шакизада ханым, сізге үлкен рахмет. Осындай ал қызыл гүлде әрқашанда жайнап құлпырып жүре беріңіз. Рахмет.